Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Әпәтай Мұхарабұлының киелі көш атты романының жалғасы. Мына кейпіммен қанша жүгірем, ауыр аяқ еді. Мынау бас жақтағы үңгірсімаққа қисая кеттім. Мыналардың әкесі, жақша бізді нұсқап. Мыналардың әкесі менен озып қайқайып бара жатып, Аллаға аманат деп айғайды салды. Етасымдай уақыт өткенде мылтығын өшіп, әскерлер мен мұғыл жасақтары қаша алмай қалған қатын бала кәрі құртаңдарды жия бастады. Мені де тауып алып, жотама қанжардың қырымен бір түйіп, ана жиналғандарға бар деп шауып жүріп кетті. Заты мені екі қабат қатын қайда барады деп ойласа керек. Әлгі жендет кеткен соң қасымдағы көздеп жатқан тарсайды қайқая қашып барып, бір қоян сүйекті жақша ақтыкен. Қоян сүйекті паналаған болдым. Артымнан жау қайтып іздеп келмеді. Қабақтан қарап отырып, әскер қайтқан соң жұртқа келдім. Содан өзенді қайқайып, балалар мен әкесінің кеткен жерін мөлшерлеп келе жатсам, бір жардың астындағы шидің түбінде Қатшекең мен Мүслім ханым бірдей жайрап жатыр. Шыққан есімді зорға жидым. Мынаның әкесінің тақ маңдайынан оқ тиіпті. Желкі жағы дал болыпты. Мұсылманды қанжармен шын жарып кетіпті. Менде көтеретін қайдағы шама, екеуінің де бастарын оңап, шапандарын шешіп, беттеріне жауып қайта оралғаным осы. Аз ерте келсеңдер бас жақтан кездесіп қалатындай едік. Қасымда үш көбелегім қалғанына да тәуба деп шешем өксіген қалпы отырып қалды. Ертеңінде өзеннің тағы бір кішкене ашасының дардай қабағындағы үңгірден адам бейнесі жоқ пытырап кеткен Дәстен ағамның сүйегін киімінен танып тауып алдық. Үңгірде жез толып қалыпты. Ол мерген жүректі жәнет. Заты көп атысып, соңында төбесінен тастаған топты гранаттан мерт болған секілді. Кейін әпекеміз Жібек сол үңгірден көміліп қалған көп оқ тауып алды. Сол оқпен Бағдәулет деген ағамыз аң атып бірталай уақыт жан бақтық. Сонда шешем сондай қайратты, топты чикі өкпе жетімді бағудың ауыртпалығы мойнына мінген соңда солай шығар. Қос-қосты аралап жүріп, ел алып кеткен өзіміздің қазан ошақ, орыс шайнек сияқты бұйымдарды жинап алды. Сондай жаушылық заманда біздің қазақ есі шыққан малға басқа затқа дүние таласпайды. Содан ел неше күн әуреге түсіп жүріп, 80-нің үстінде шәйттің бетін жасырып, пенделік тіршілігін қайта бастады. Сол рет 60-тың үстінде қатын бала жауда кетті. Соның ішінде үлкен әпекеміз Атшыбайдың бәйбішесі Росия, қызы Рақила, ұлдары Мұрат, Жолбарысқан, Сатарқан, кенже қызы Күлмесхан, бір семьеде 6 адам түгелімен айдауда кетті. Және әкемнің інісі Қаракеңнің Дайымхан қатарда 3 қызы Хафиза деген шешеміз болып, жиыны 10 адам жауға кетті. Росия шешеміз Шотқара Сарбас Байбосынның қызы. Асқан ақылды мықты адам еді. 1946 жыл Жолбарысқанды ертіп, бірнеше адаммен бірге Доланнан қашып жаяу Ойырқындағы елге келіп, кейін Сарғалжыңдағы бізді тапты. Сол жылы Жәнімхан деген немере ағамыз іздеп барып, шешеміз Хафиза мен қызы Дайымханды тауып алып келді. 1956 жылы мен іздеп барып, Шинхайдың Шунхуа деген ауданынан Рақила мен Сатарханды тауып алып келдім. Қалған үшеуінен күні бүгін дерек таба алмадық. Үлкен әкеміз Атшыбай Есіқаның елі Ханлүйжаңды өлтіріп қайта жол тауға шығып кеткен соң аман есен үйге келді. Содан сол замандағы ел ағасы болған Алдыбай қатарлар ақылдасып, мына істің соңы жақсы болмайды, қалайда қозғалмаған елге салқын тиеді. Енді ең жақсысы, Атшекең өзің Шинхайға барып, Машучиға болған істің анығын ауызекі ұғындырып, Есіқаның бөлінуімен қалған елдің ешқандай қатысы жоқ. Біз үкіметтің айтуы бойынша боламыз. Қалған елден қашқан елдің есесін қайтарып жүрмеңіз деп алдына барғаныңыз жөн болар деген ақылын. Бұл да сиымды ақыл екен. Қара қазан Сарыбаланың қамышын басымды бәйтігіп, өзім барып Машучиға кездесейін деп Атшекең атқосшылыққа Қостай, Жәдік, Оразбайды ертіп жүріп кетті. 1943 жылдары ел Сарғалжыңда отырғанда Оразбай танауына жел түсіп қайтып келді. Одан естігеніміз, Атшекең түрбеде қайтыс болды. Қолымен қойдым. Маған бір күпісін беріп еді, киіп тоздырдым дегеннен басқа ештемесін естімедік. Қысқасы Атшыбай, Қатшыбай тағы бірнеше баланың қанына Мафуфаң ортақ болды. Ол мұсылман патша болып қазақты қарық қылған жоқ. 73 жастағы Жолбарысқан Атшыбайлы. Сонда мен 6 жаста едім. Сондағы істер әлі көз алдымда тұрады.
dep bastady keňesin. Jakşa, ol Barköl agdalynyň pensioneri. Täňerden jaw basyp myldyk tarsıldaganda çeşem Rossiýa äpekem Raqylany, agam Muratdy inim satargan karındasym Külmesgandy ýertip özende örlep gaçdyk. Kuwgan esker aldymyzda getip bara jatgan köp atdy biröwdi tars etkizip atyp atyndan omak gastyryp düşürdi. Biz çoşup ketip muzgabaktyň astyna түзүп tasalagan bolduk. Birer sagatdan keyin jaw başjakdan kalyň adamdy aýdap geldi. Biz de amalsyzdan ýerdik. Awulga girgen soň askerler Moňgol jasaklar kostlary çagyp gyratyp tonap Elikki jararyny alyp bizdi aýdap saýdyň awuzyna gelip 2-3 dön kölkömü geçtirip 5-nji ende жазykka garay jürüp ketdik. 1-2 gün jürgen soň meni 2 asker atga mingizip alyp jürdi. Araga kança qoňgany bilmeýmin, dolanga geldik. Köbünde çeşemdi sagynıp jylawman bolamyn. Askerler bir jagyndan ursup, bir jagyndan tokaş berip aldap goýat. Meni balagyp algan jasy 40-nyň üstündegi düňgen bolat. Sodan bir ayga jok wagtda artdagy aýdawdagylar da gelipdi. Çeşem suraştırıp izlep jürüp gurja işinde meni tapdy. Kolunda Külmesgandan başga 3 balany düňgen tartyp alyp ketipdi. Jylaganda botaday bozdap etegi jaska tolady. Bir güni wädelesip goýup kezdeşmekçi bolganymyzdy elgi düňgen bilip goýup sabap çeşemniň basyny jarıp taslady. Çeşem jylap eňirip madarynga baryp aýtypdy. Jakşa, Makay sol gezde dolan awlanyň häkimi. Madarynga barypdy. Madaryn aksakal gelip elgi düňgeni şomaga şüphen sogyp jatkanda bir zaňzyw çal gelip araşalap aldy. Biz çeşemizge yerip jädik Kojeke degen mollanyň üýüne geldik. Jädik elbey sol dolandagy jädikdiň bastygy eken. Sol bas bolup basymyzga kostyk bonçakly mal gurap berdi. Bir gança aýdan keyin elgi düňgen meni tartyp alypga urundy. Sonuň aldynda karındasym Külmesgan özön jagasynda oýnap jürüp tutky ýülgirgen taskynga getip ölgen. Endi kolundagy jalgyz ulundan aýrylypga taýgan çeşem bir neçe adam men wädelesip Hami degen şalga jol bastatyp dolanyň kurjasyndan tün içinde tawga garay kaçyp çykdyk. Sol gaçkandan gaçyp Şinkaýdyň oňçyslyk tawынан asyp Buka gölüň aňgaryny örlep üzdük jürdük. Jakşa, bul jer atlarynyň bäri keyin bildim. Sol aňgarda Däriga degen kempir jüre almay jolda galdy. Keyin bireýler kimin görüpdi, aýyg jep goýgan sekildi dep jürdi. Jakşa, Däriga Tasipike Käken ulunyň aýyry, jalgyz uly Beşerkan 1975-nji ýyllarda Aksaýda gaçyp boldy. Aýyg jep goýgan sekildi. Biz çiýşakbagymyz tawsylyp şeýnekke şala tutatyp alyp üzdük jüre girdik. Sarıronda el jok eken. Maldyň aňynyň jemtigi süýegi bizdiň azygymyz. Kuzgun aylangan jer jemtiksiz bolmaýdy, sondukdan iki gözümüz aspanda jüredi. Solan örlep aýyg gölge taýaganda jemtikede zar boldyk. Hamiçal jüre almay jolda galdy. Zäwke degen kempir men kızı Külümkan Jakşa, Zäwke çotkara sarbas Sarnyň aýyry. Kızı Külümkan Kaj Aksaýda 2002-nji ýylda gaçyp boldy. Zäwke degen kempir men kızı Külümkan çeşemiz ekegimiz tagy birewdiň atyny umutup galypmyn. Samtyra başlykdan belimiz buralyp, közümüz garawutyp zorga elbep gele jatganymyzda aldymyzdan iki bara bir at bar iki jigit kezdesip atkan kuljalarynyň etini pysyryp berip janymyzdy alyp galdy. Bular aňgarap jürgen Sarbas Raýymkan Şäkertbaý degen kişiler bolup çeşemniň bawurlary, Zäwkeniň kaýyndary bolup çykdy. Bular bir günden soň Hamiçaldy da alyp geldi. Semiz kulan atyp bizdi sorpalady. Sonda Hamiçal boy bermey kulanyň maýyny köp jep işine toktamay tagy jolda galdy. Biz 1-2 gün jürüp Rıkadagy Sarbas Sybanyň eline geldik. 1-2 aýdan soň Bagdawlet degen nemiri agamyz köylüge alyp gelip Sargalyňdagy tuğuslarga gosdy. 1955-nji ýyly Şahabay Ham Naýman Nygmet Çiniň galasynda jürgende äpekem Raqyla syrtdaý tanyp tildesip bawurum Satarkaga garaýlap olarga ilesip kete almapdy. 1956-njy ýyly nemiri agam Delelkan baryp Satarkanda alyp geldi. Agam Murat dereksiz getdi. Hazır Kulayga çükür Hatçybay Hatçybaýdyň tukum juragaty tügel Barköl men Aksaýdamyz. Men sonda 4 ýaşly ekenmin, eşdimi bilmeýmin. Keyin estigenimdi aýtaýyn dedi. Barköldäki Akşa Tasipikeniň Kädirbek äwleti Kazez Mälik ula. El Kazıraka kongan soň ülkön äkemiz Meýripkan kasyna Kazar awulunyň awulbasy Koşbandy ýertip 10 çakda adam jerçe alyp ketipdi. Jaw çapganda kostyň kasynda jükdiň irgesinde jatgan biz kaşıp jartasga çykyp kalın korumynyň çapsarlasına kirip janymyz galypdy. Çeşem Tamakay, Aktamak. Men koýundagy bawurum Seyit Jakabaldy birok çyrip şaýyt bolupdy. Bawurum Kyzat köp jerden jaralanyp beýnetdi bek tartyp jirip жазылdy. Nemire bawurum Enverdi suurdyň inine tigip goýup jaw ketgen soň alyp çyksa bet terisi dal bolupdy diýdi.
Сол қырғыда Кенжебай атамыздың кемпірі Мәуітхан апамыз, Кәкен Табысбайұлы атамыз шәйт болыпты. Хаби Кенжебайұлының әйелі Рахима, әпекесі Хабила, ауыры Сәби қатарлы көп адам қолды болып кетті. Хабиді 1939 жылы қыста заңзу атып кетіпті. Арты үлкен дау болып, Есіқан елінің батысқа ауылына себепші болған еді. Енді міне шешесі Мәуітхан шәйт болып, басқаларының түгел қолды болғандар жалпы елдің қабырғасы қайысты. Кенже атамның отын өшірмеймін деп Мейірімхан неше барып іздеп жүріп, 1945 жылдары Доланнан Сәбиді алып қашып келді. Оты өшкен Кенжебайдың шаңырағын қайта көтеріп, отын қайта жаққызды. Саяхат Мейірімханұлының қара шаңырақ атты романына арқау болған міне осы әңгіме. Қажырадағы қырғында біздің ауылдан 6-1 адам шәйт болып, 2 адам жаралы қалды деп бастады Ақсайдағы малшы Ақша Тасбекенің Қазар әулетінен Қоңыр Мұқат қызы. Естігендерін еске алып. Біздің ауыл елдің ең аяғында екен. Жау тұтқиылы басып қалғанда су ішер барлар қашып құтылып, дәмді зүті көгендер шәйт болыпты. Қошпан атамыздың кемпірі Мұқұй, ұлы шешеміз Жапар тәйіздің қарындасы Мәлике, әпекем Айбала, сіңілім Шәріп Жамал, ағзам қатарлар шәйт болып, шешем Жекежан, кіші әкеміз Жақыптың әйелі Әлимен шешеміз жаралы қалды. Құрал қанатты бесіктегі баланы бір қиядан домалатып жіберген екен, ертегінде тауып алса, бесіктің ішінде талықсып жатыпты. Сол жауларға сол бесікте жатқан сәби не қылды деш. Бұл жалғанда талай күндер үстіп өксумен өтті ғой. Айта берсе кеңеске осындай бір қанша естсе де бір уақиғаның куәсі болар. Тірі адам тіршілігін істемей қоя ма? Шабындыдан қалған ел жақын жер болса да қоныс ауыстырып, өне бойларының қалың сөлін өзен суға тазалатып, шәйттәрдің жетіне әзір ырымын істеген соң тағы жаңа тіршіліктің қамына кірісті. Қолға түскендерді Мафуқан әскері сол беті айдап кетті. Қайда апаратыны белгісіз. Тайжинорда тапталған ел. Таспике тұрды, сарбас тұр, садық бас болып, қалтында қалған қырықтың үстінде түтін сай ішінде бекініп, ат көліктерін тынықтырған соң екі топқа бөлініп жортуылға шықты. Мақсаттары ат түйе құрап алып, Мейірімхан елінің артынан кету еді. Тұрды бастаған 10 шақты адам Шеншагуден асып Сарғазының аузынан батысқа бөктеріліп, мал төлдетіп отырған моңғолдардың үйіне қонатын еп, қазандарын өртеп жуып, ақсарбастардың етін асып жеп бір қанша күн айналды. Мұндай мейірбан халыққа батылдары бар қол көтере алмады. Бұлардың Гәсу Шенхайға келгеннен кейінгі бірінші ретке мақсатты ұйымдасқан жортуылдар еді. Содан бұлар Даватыдан қайта асып Алтынтаудың күмбетіне түсіп, көз ұшында жатқан Қайыз сахарасына дүрбі тартты. Ол кезде Қайызда ел аз, мал шағын. Жер жатқан құлын емес, тұрған құлын көрінбейтін шөп еді. Бұлар Қайыздың шығыс жиегінен көп түйенің қарасын көріп, тапа-тал түсте мидай тақырды басып елге таяуға батылдық етпей, ымырт жабыла таудан еңкейіп түн ортасы болмай түйеге жетті. Түйе ен көрінді. Азаматтар Тұрдының айтуы бойынша алғый атан түйеден 40 атанды іріктеп алып, үлкен қалтын қайдасың деп қайқая тартып, ертесі күн батарда ауылға зорға жетті. Жетісімен Тұрды 40 атанды бөліп беріп, зерлетіп байлап тастады. Оның ертеңінде өзеннен қайқайып келе жатқан қуғыншы байқалып, Тұрды бастап тосып тіл алмақшы болып еді, моңғол қуғыншылар алдымен оқ атып тілге келмеді. Екі жақ 2 сағаттай аңдысып атысты. Қарсы жақтан 2 адам оққа ұшқандай болып еді, қуғыншылар шегініп кетті. Ауыл ақсақалдар жаяу кессек те бейуаздардың малын алып қанына ортақ болмасақ болатын еді. Енді мына жер бір күнде қоныс болмайды, қашанда қан жібермейді деуші еді. Енді түн қатып бір жағына бұрылмаса қалың моңғол күлімізді көкке ұшырады деп зар қақты. Тұрды да өзінің істемейтін іс істеп, орынсыз жерден жау тауып алғаннан іштей опық жеді. Үлкен бесінде ауыл ақсақалдар бас қосып, бүгін түннен қалмай көшейік. От жағушы болмаңдар. Төңіректегі қарауылда ел аттанғанша төбеден түспейтін болсын. Шығысқа жортуылға кеткендерді Сарбас Рахметжан алдарынан шығып, көштің ізімен ертіп келсін деп ақыл орап, ел орынға отыра қозғалып, көш телдірекей асуын бетке алып жүріп кетті. Рахметжан бір атына мініп қалтын өзенін қайқая тартты. Көш сайдың аузына келгенде еріліп тоқтай қалып, үлкендер Азгүлдің алдында қайтыс болып, осы делдірекейдің қасына қойылған Байдолла түн қатарұлының шешесі Зопты кемпірге аят оқыды. Келіндері мен немерелері қош айтып жылап жатты.
Жақсы. Зот bu. Өралтайдағы Чағанқолда тұратын Моңғолдың Ламжа төресінің немере қыздарының бірі. 1920 жылдардың алды-артында Сарбастың залыңы Шүленбай Ламжа төремен жақсы өтісіп, ат берісіп, қоса алып тамыр болып, сол достықтың куәсі үшін Ламжа Шүленбайдың кіші әкесі түн қатарға кішілікке осы зот бұны берген екен. Енді міне таңғаларлығы. Моңғолдар мен қазақтардың достығын ғана көріп, қызыл қырғын өштігін көрмейін дегендей бір жұма бұрын Жонтаудың ысынан қазап алып, осы жерге қойылған осы. Бұл көш алдыңғы елдің ізімен үдіре тартып Мақайға құлдайтын Тішкесайға келгенде Нұрсадық бастаған жортуылшылар қуып жетті. Бұлар қалтынды қайқая тартып, Ағашобадан асып өткен жылы өздері бірге жайлаған Байынқұлдың басындағы моңғолдарға барып, өрісте жатқан 40-тай жылқы, 40-тай сарлықты айдап қайтыпты. Сарлықтары жүрісім андымай қалтында қалыпты. Үлкен кіші кәрі жас азаматтардың басы аман елге қосылғаны ересен қуанды. Көш Мақайға бір күн еру болып, жерлік моңғолдардан Тәжінорға өтетін жолды сұрап, мал терілерінен меш жасап, қақтан өтуге даярлық көрді. Үшінші күні кешкі салқында жолға шығып, ескі сорақпен тарта алға берді. Бірақ бір күн, бір түнде жететін жерге бұлар уағында іліне алмай адасып, отау көріш шойынқаққа түсіп кетті. Үшінші күнге айланғанда бір талай жылқы шөлде қалды. Екі нәресте шетінеді. Ел жылқының қанын, түйенің сүдігін ішіп жүріп, Тәжінордың өзеніне зорға жетті. Бұл мамыр айының басы шені. Жонтаудың қары еріп, өзен сулар тасып жатқан шақ еді. Тәжінордың өзенінен кесіп өте алмаған көш өзенді құлдап келіп, құм төбешіктер бар, қалың құрақ жыңғыл аралас біткен шөбі шүйгін түбектерге бөлініп түсті. Көлікте адамда су ішіп жан шақырды. Ыстық істеп ішіп тіршілік қылды. Қазекеңе шөлі қанып, қарны тойған соң 3 күндік азап тағы ұмытылып кетеді. Қорада ора бауыздайтын мал болмаған соң мергендер қара құйрық аңдып, жас балалар қоян соғып, жұмыртқа қарап дегендей қарекеттерде болды. Өзенде Жонтауда болатын жеңді білектей қара балық болушы еді. Оны үлкендер Алтайдың ақ қайраны сияқты емес, ит ауыз балық екен. Арам деп аулатпай қойды. Содан иуда қию болып құм төбеге шығып дүрбі тартқан Мұса Зуқа ұлының көзіне өзеннің ар жағындағы биік шыққан қамыстың арасынан бір үйдің бараны көрінеді. Мұны қайсы малшы болар деп межелеген Мұса қасына бір қанша жігіт ертіп барса, қорада 40 үстінде қой жатыр. Қараша үйдің ішінде адам жоқ. Үйдің иесі ерте сезіп қашып кеткені анық тұр. Атыспай чабыспай ауызға түскен ақ майды кім түкірсін? Жігіттер қойды арқанға тізіп, өзеннен қырқарлап өткізіп, ауылға әкеліп, үй басы бірден сойып алып жырақ балдық. Мұсаны ел Тайпақ Мұса дейтін. Ол чотқара сарбас, Тойыспай әулетінен Зуқаның жалғыз ұлы. Өзі ойламды, ақылгөй жұмысқа, орамды пысыға демеді. Алайда осы жолғы пысықтықтың түбі не боларын ешкімде жамандыққа жорған жоқ. Десе де үлкендердің көңілінде қашанда қанды қан жібермейді деген сөз күдік болып ойларында қала берді. Осы түн өпеткен борансыз жұлдыздар жамырап, майқа мамыр жанға жайлы түн болды. Кәрі жас қам қайғысыз ұйықтаған ақ шығар. Бірақ осы түн талай бейуаздар үшін бұл пәнидегі соңғы түн, соңғы тәтті ұйқы болды. Тағы біреулер үшін жанашыр ата-ана қандастарымен тірідей өмірді қоштасқан бір түн болды. Тағы осы түні Алла ешкімге аян бермесе керек. Таңертең ерте шолақ қарасын иығына салып, қара құйрық қарап шыққан Қамза Қондақбай ұлы ауылдан 3-4 шақырымдай алыстап барып, құм төбешікке шығып, жан жағына күн салып қарап тұрып, тақ күннің астында жарқ-жұрқ еткен топқа көз салды. Атты адамдар шауып келе жатқан секілді, анығы күнге шағылысып көрінбейді. Қамекеңнің жүрегі зу ете түсті. Есіне жау деген сүркей ұғым орала кетті. Сол-ақ екен ауылға қарай шаба жөнелді. Дауыс шақырым қалғанда, жау басты, жау деп айғайды салды. Жаудың бараны да тозаңдатып таяп келеді. Жау десе запы болған халық үріккен қойдай қайда барарын білмей, аналар балаларын шақырып, балалар үлкендерді іздеп аласапыран болды. Қолындағы мылтығы бар тұрды Нұрсадық Нұриқан Бүкірұлы, Байқон Таспике. Жәуле төртеуі ауылдың шығысындағы құм төбеге шығып оқ атты. Жаудың бараны 70-80-дей мол көрінеді. Не бары 4-5 мылтыққа бой бере қоятын емес.
Алдынан bir jarımı оққа ұшқанымен арқылары селче басып келе жатыр. Мергендер артына бұрылып, жау басып кетті, қашыңдар деп айғай салды. Сол тұста жаудың қаншалық тере екенін ұқпаған кейбіреулер түйе қомдап, біреулер атын ерттеп жанталасып жүріпті. Басып келген жау тұрды Нұрсадықтар отырған құм төбені басып өтіп ауылға араласып кетті. Қайран қас батырлар орындарынан жылжымаған қалпында қалды. Енді сонда нақ майданда болғандардың естесіне қараңыз. Ол bir ömürdегі ұмытылмас күндер, сонда менің 9 жастағы оң мен солды айырып қалған күнім, деп бастады Баркөлдегі күлбәтіш Хамит қызы мұңая сөйлеп. Бие байлайтын уақыт қой деймін. Бас жақтан жау келді деген айғай шығысымен ел абыр-сабыр болып, көлігін жетелеп, қоржынын алып, аяқ жақтағы қалың жыңғыл қамысқа қарай қаша бастадық. Нұрсадық тұрды жәулі, Нұрйқандар төбеде атысып жатқан секілді. Әкем кератты ерттеп мініп алып, сіңілім Шәмсияны артына, бауырым қапақты алдына алып, кіші сіңілім Зәренді қолтығына қысып, өзенге қарай шаба жөнелді. Ойбай әке, мені де ала кет деп айғайлап артынан жүгіріп бара жатырмын. Әкем шешеңнің артынан ер деп айғайды салды. Сол беті барып өзенге түсіп кетті. Шешем мені жетелеп безіп келе жатқанда кеудемнен оқ тиіп екпетімнен түстім. Шешем жетектеп өзен жағасындағы жыңғылдың өзенге мінбелеген шымды шөптің астына келіп тығылды. Су кеңірдегімізден келіп тұр. Артымыздан байы сарғалжыңда шайт болған шөкеннің әйелі бір баласымен қашып келіп, бұққанша бір әскер келіп қалып атып кетті. Байқұс аунап өзенге түсті. Ей күләнді, бойыңда жаның болса, мына қызды судан шығар кет деп дыбыстады. Аздан соң әлгі әйел беті әппақ болып, кеудесінен шыққан қан су бетінде жібектей созылып, судың ағысымен бірге қалқып бара жатқанда жүрегім тітіркеніп, көзімді жұма бердім. Әлгі сорлығы сүйретіліп біздің қасымызға келді. Кеудем ауырғанында жаным шығып барады. Шешемді құшақтай берем. Содан күн батқанда судан шықсақ, жау кетіп қалды. Шешем киімімізді сығып, менің кеудемді шалғышымен таңып қойды. Жұртқа қарай жүріп едік. Рахметжан атамыздың екі қызы Чәмен мен Касира жылап, шешелері Зейнептің сүйегіне ертіп келді. Жақша. Зейнеп атақты домбырашы молғы, халықтың әпекесі. Одан аз жүрсек, ұлы шешеміз Нәсимен неше жерден оқ тиіп жаралы отыр екен. Жақша. Нәсима молғы Садық қажының қызы. Жаралы отыр екен. Жарықтық аса қайраттылықпен жау келіп қалмасын, бір жерге барып жандарыңды бақ деп қолын сермейді. Ол жер бұл жердің бәрінде өлген адам. Мал, әсіресе ауылдың аяқ жағындағы құм-шұңқырға көп адам қырылыпты. Шешем төртеуімізді бір үлкен түйенің жабуын сыпырып алып соған орап қойды да жұртқа бармақшы болды. Мен де кеудемнің ауырғанына қарамай илесе жөнелдім. Жұртта Әнуар, Мәмбет жаралы отыр. Кез келген жердің бәрі шашылған жүк, қиылған арқан, шағылған сандық, жарылған қап. Аяқ алып жүрексіз, қасқарайып бара жатса да шешем сондай жүректі адам еді. Әлгі өліктерді бірден аударып көріп, анау екен, мынау екен деп жүрді. Қалың шайтты көргенде көз жаста ғайып болады екен, жыларға тамшы жоқ. Көңіл сезім сондай өліп кетті. Сонда Бүкірдің қызы Чәмей, Смағзан деген бауырын ертіп жүріп, күләнда, төбеге шыққандарды бірақ атып кетіпті деп жыласа, шешем көңіл айтқанның орнына. Ой албасты, несіне жылайсың? Әне жерде өз екеңді өліп жатыр ғой. Өз екеңді өліп жатыр. Қой жылағанды. Андағы көк борбайлардың қамын ойла, дейді зеркілдеп. Маған сонда еріс сезілді. Кейін әкемнің айтысында шешем әкесі Әліптің ауылы жауға шабылып, жалғыз ел сыққандан басқа кіндіктестері бірақ қырылып қалғаннан соң мінезі қатайып, сөзді де тік сөйлейтін болып, қайтып көзіне жас алып көрмеген екен. Содан жұрттан ылыс қалған ет тауып апарып, ыстық ішіп таң атырдық. Сонда дүнгендер қазақтың сүретін арамсынып жемейтін секілді. Жұртта қалған сүре ет елге көп ауқат болды. Ертеңінде әкем ішінде қашып құтылғандар жан-жақтан жау шапқан жұртқа жиналды. Бәрі де көздерінің жасын былық, қасіретке батып жүріп, өз туыстарының бетін жасырды. Өлген адам өлді, бет жасырылса болды. Көп болса бірер күн жылайсың да қоясың. Бәрінен қиын ауыр жаралы болып алып жүруге келмейтін адамдар.
Үлкендердің жанына қатты батты. Дүнген жауыз болмаса ат түйемізден де бүтін тұяқ қалдырмай айдап кетіпті. Ұлы шешеміз Нәсимен, мені алып жүреміз деп әуре болмаңдар. Мен адам болмаймын, осында таслап кетіңдер. Сендер тірі жүрсеңдер болды деп Құдайдың зарын қылды. Оған үш бірдей өліп тұрып қайдан таслап кетсін. Еженқан, Рәшатқан екілі бір жаман биеге кезек өңгөріп алып жүрді. Сол апамыз 1948 жылы Сарғалжыңда Құдайдың ажалынан дүние салды. Шәйттердің беті жасырылған соң, оңтүстікте көрініп тұрған Ұлытаудағы алдыңғы елге баратын болып өзен жағасына келдік. Кеше оқ тиіп суға кеткен әйелдің шешеме тапсырып кеткен 6 жасар қызы Шөкеннің бауыры Шәменге тапсырып берген. Мен сондай қатыгез адамды көрмедім. Өзен жағасына келгенде әлгі Шәмен жұдырықтай қыздың таналы мешпетін шешіп ағасына кигізді де, мына жетімдер мен жаралылар аяққа оралғы болып жүргізбейді. Қалғанымызда жаудан аман қалсақ та жетеді, деді де әлгі қызды кілкіп ағып жатқан өзенге лақтырып жіберді. Ағасы қарындасының атын шақырып ботадай боздатып жіберді. Шәмен, зарлама деп қамшымен арқасына тартып жіберді. Жас бала біткен қорқып шуылдап кеттік. Әлгі қыздың қолы ербеңдеп суда ағып бара жатты. Басқа үлкендер, жаудан қырылғанымызда аз болған жоқ. Өлсе Құдайдың ажалынан өлсін деп наразылық білдірді. Сонда шешем, әй Шәмен, сен оңбайсың сен. Сәбидің қаны сені бекер қоймас деп қарғады. Қазақтың осындай сөзі бекер айтылмаса керек. Сол Шәмен 1951 жылы ақпанда Молқу Оспан Батыр алынған күні қайыздың шетінде тақ маңдайынан оқ тиіп шәйт болды. Соны естігенде шешем тағы да, бәсе ондай қара ниетті көрмейтін Құдай соқыр ғой деп бедіңдер. Менің әкемді жаратқан көмандаңның күлі қайтып көкке ұшты. Бұраудың да сұрауы бар деген сол деп қарғысының қаттылығын дәлелдегендей болды. Ой Құдай-ай, бірді айтып бірге кетіппін ғой. Сол қырғында 40-тың үстінде адам шәйт болып, тағы 40-тың үстінде қатын бала жаудың айдауында кетті десіп жатты үлкендер. Содан менің есімде 40 деген сан күні бүгін сүркөй қалпында сақталды. Сол жылы біздің ауылдан Бүркітбай, Күлпәрән, Зейнеп, Нұрсадық, Нұриқан, Мәмбет, Жомарт қатарлы көп адам шәйт болды. Жаудан қалған ыдыс аяқ